Вареньяңыздың түрі де әдемі, дәмі де әдемі және табиғи. Осындай керемет варенье үйренгіңіз келсе, видеоның соңына дейін көріңіз. Сәлем құрметті YouTube көрермен. Алдыңғы видеода уәде еткендей, бүгін сіздердің көретіндеріңіз клубникадан варенье. Клубника құлпынай, варенье қазақшасы нақты белгісіз болып тұр. Бір жерде джем деп жазылса, бір жерде тосап. Тосапты орысшаға аударсам, скопление деген аударма берді. Сонымен басты қатырмай, көп созбай, вареньемізді жасайық дедім. Құлпынай өте нәзік, сондықтан жуған кезде де нәзік жуамыз. Ең дұрысы сүзгі ыдысқа салып, суға бір малып аламыз, яғни тек қана шаямыз. Ал тосаптың ішінде біз құлпынайлардың домалақ жеке езілмей жүргенін қалаймыз ғой. Сондықтан қант араластырған кезде де бірінші қант, сосын құлпынай, сосын арасына тағы қант себеміз, сосын келесі слой құлпынай, яғни слой қылып, дәл видеодағыдай жасаймыз. Сосын ол 4-5 сағаттай өзі бір шетте тұрып, суы шығу керек. Суы шығып болған соң, оны қайнатуға қоямыз. Қайнатып бастаған кезде, енді жаңадан қайнап бастаған кезде, уақытқа қарап 8-10 минут уақытта астын өшіреміз. Ал қайнап жатқан кезде көбігін бетінен тазартып тұрамыз. Ал банкаларымызды әдеттегідей посуда жуатын машинка өзі жуып, өзі стерилизовать етіп береді. Біз мына жақта құлпынайымызбен жуып, тазалап, қайнатып жатқан кезде банкаларымыз дайын. Варенье жабуды, яғни кухнядағы барлық лайфхактарды, кухняның қыр-сырын мен өзімнің Жанна апамнан үйренгенім. Менің ұстазым Жанна апам вареньенің енді миллиондаған түрін жабады десек те болады. Мәніне, сәніне келтіріп, түсін әдемі қылып, бұрғылдатып, қайнатып жібермейші, сондай жасайды өзі. Себебі оған вареньелер өте ұнайды. Сосын вареньенің гурманы десем де болады. Сондай сөз бар болсашы. Ол себебі өзінің тәжірибесі бойынша 5-6 сыныптан бастап жаңағы кухняда әр түрлі эксперименттер жасай бастаған. Балалықпен көп жағдайда үйренгім келмейтін нәрселер көп болатын. Яғни ұмытып кетесің, мән бермесін деген сияқты нәрселер ғой енді. Бірақ сонда да үйренгенім біраз бар. Апамның рецептімен жасалып жатқан варенье бұл. Компотты да сондай. Көп жағдайда мен сол апамның рецептімен жасаймын. Дәмді, оңай, уақытты көп алмайды, тез, және дастарханға қойған кезде де әдемі болып тұрады түрлері. Енді бұл видеода бағасын айтайын десем, бағасын точно біліп тұрған жоқпын, себебі
апам өзі әкеп берді клубниканы. Килограммын да точно біліп тұрған жоқпын. Бірақ 1 килограмм құлпынайға 800 грамм қант араластырамыз. Қант пен клубниканың соотношениесі осындай болады. Қалған барлығын видеодағыдай көріп, жасап көріңіз. Өте әдемі, дәмді, керемет болып шығады. Мен Жанна апам варенияларды бұрыннан қайнатады. Мен көріп кеп қайнатып жасайды. Андай морозилке қатырып жасамайтын, тек қана қайнатып жасайтын. Сосын холодильникке қоятын варениялар бар еді. Ол да бөлек басқаша болып жасалады. Ал кейін уақыт өте келе, енді мен сәл уақытты үнемдеп, кейбір жерлерде сәл ерініп десек те болады, морозилке қоятын болдым. Оны клубниканы морозилке қалай сақтау керек екенін келесі видеоға салайын. Бұл видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Лайк, комментарий ұмытпаймыз. Және подписаться етіп қойыңыз келесі видеоларды көріп отыру үшін.